Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Ортақ тақырыбымыз суға жүзу. Сабақтың мақсаты есептік және реттік сан есімді ажырата білу. Судың денсаулыққа пайдасы туралы білімінен мына төмендегі ссылка бойынша видеоны тамашалайық. Сан есім. Сан есім нешеге бөлінеді дедік? Есептік және реттік. Дұрыс айтасыңдар. Есептік сан есім қандай сұрақтарға жауап беруші еді? Қанша, неше? Ал реттік сан есім нешінші деген сұраққа жауап береді. Өте жақсы, балалар. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтан 39-шы жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқу. Суға жүзу. Әділғазы Қайырбековтың. Яғни, өлеңді мәнерлеп оқимыз. Өлеңдегі негізгі ойды анықтаймыз. Оқулықта берілген сұрақтарды оқып, өз пікірімізді білдіреміз. Қырқыншы жаттығу. Есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жаз. Сан есімдерге сұрақ қой. Олардың мағыналық өзгешелігін айтып түсіндір. Бір қатар, 3 орын, 9 мектеп, 6 сынып. Яғни есептік сан есімдерді көп нүктенің орнына реттік сан есімге айналдырып жазамыз. Енді балалар, семантикалық картамен жұмыс. Бұл жерде сөздер қатары берілген, яғни сан есімдер. Енді сендер сол берілген сан есімдердің қайсысы есептік сан есімге жатады, қайсысы реттік сан есімге жатады. Соны тауып, қасына белгі қоямыз. Үйге тапсырма. 86-шы беттегі 42-ші жаттығуды орындаймыз. Және есептік және реттік сан есімнің ережесін қайталаймыз. Қош сау бола қойыңдар. Осымен қазақ тілі сабағымыз аяқталды.